Жақсы достар, жалғастырайық. Қазақша бола ма дейді. Әрине. Мұнда қазақ тіліне қояйық, оңға бұрылу кезіндегі сіздің әрекетіңіз дейді. Дәл қазір біз не көріп тұрмыз, достар? Бұл жерде біз бағдаршам көріп тұрмыз. Бағдаршамның негізгі шамы бізде қызыл жанып тұр. Қосымша секциясы бізде оңға жанып тұр. Дәл осындай кезде сіздер барлық жүргіншілерге жол бересіздер, және де жаяу жүргіншілерге де жол бересіздер. Сондықтан біздің дұрыс жауабымыз жеңіл автокөлікке жол беріп бұрыласыз деп жауап бересіңдер. Келесі сұраққа көшеміз. Сіз кері бұрылыс жасап жатқан автокөлік жол бересіз бе дейді. Дәл осындай сұрақ, бірақ бұл көлік жүргізушісі кері бұрылғалы жатыр. Осындай жағдайда егер де сіздерде тек қана қосымша секция жанса, ол бізде жол беріңіз белгісі сақылды. Сіздер жол беріңіз белгісінде, мысалы,